Сәлем Ерке ТV арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен пайдалы тамақтанудың маңызы туралы сөйлесетін боламыз. Неліктен пайдалы тамақтану маңызды? Тамақ таңдау балалардың денсаулығына, көңіл күйіне және өнімділігіне әсер етеді. Дұрыс тамақтану аурулардан қорғайды және ұзақ мерзімді әдеттерді қалыптастырады. Жемістер мен көкөністер. Жемістер мен көкөністер дәрумендерге, талшықтарға және минералдарға бай. Түрлі түсті тәрелке, көбірек қоректік заттар мен күшті иммундық жүйені білдіреді. Витаминдер мен минералдар иммунитетті күшейтеді. Тұтас дәнді дақылдар. Күріш, сұлы және нан сияқты дәнді дақылдар ұзақ уақыт бойы энергия береді. Олар балаларды күні бойы белсенді және зейінді ұстайды. Ақуыз күші. Ет, жұмыртқа, бұршақ және жаңғақтардағы ақуыздар бұлшық еттердің өсуіне және қалпына келуіне көмектеседі. Олар сондай-ақ балалардың өздерін тоқ және күшті сезінуіне көмектеседі. Сүт өнімдері және кальций. Сүт, ірімшік және йогурт сүйектер мен тістердің мықты болуына қажетті кальций береді. Олар сондай-ақ өсіп келе жатқан балалар үшін ақуызбен қамтамасыз етеді. Пайдалы майлар. Барлық майлар зиянды емес. Авокадо, балық және жаңғақтардан алынатын пайдалы майлар мидың өсуі мен жүрек денсаулығын қолдайды. Қорыта келе айтқанда, дұрыс тамақтану күшті дене, өткір ақыл және бақытты балаларды тәрбиелейді. Бүгін дұрыс тамақтану жарқын және салауатты болашақты білдіреді. Балақай, бүгін сен дұрыс тамақтанудың маңызы туралы білдің. Зейін қойып тыңдағаныңа рахмет. Лүпіл басып арнаға тіркелуді ұмытпа.